Бұл жақта Аянның да кінәсі бар, Айдананың да кінәсі бар. Айдана бұл жақта вообще андай қалай айтсам болады. 200-лік тарап істеп отыр да, алдында Асхат үміткер болды ғой, Балауса ханым. Асхат үміткер келген кезде мен айтқам, Айданаға дәл осы момент ұнайды деп, өзінің қулығымен екі жігітті арандастырып қойып, просто қарап отырып, мәз болып отырады просто. Каз үміткер еш нәрсе деп атқан жоқ қой. Ертең Аян мен екеуінің арасында конфликт басталады да, Айдана анаяқта дым болмағанда кино көрген ұқсап бүйтіп қарап отырады. Жоқ, не қазірше андай қылып айтып атқан шығарсың, бірақ 200-200 деп айта бермеші, мен шыдай алмайтынмын уже ше. Жоқ, 200 анау ол қулық, ондай нәрсе жоқ бұл қызда. Может, өзінің сезімдеріне жауап бере алмай жатқан шығар в моменте. Менен адам күтіп қалып жатқан шығар, даканта тыңдашы, Нұрсұлтан жаным машин, тыңдашы мен. Сондай нәрсе болып қалып жатқан шығар. Бірақ ол 200 қу деген сөздерді бұл қызға қарай айтатын нәрсе емес. Басқа жаққа қарай айтасың, Нұрсұлтан. Жоқ, Аян, сен үйтіп маған указательный тонмен сөйлемей қой. Мен не көрдім, соны айтып жатырмын мен бұл жақ. По факту сен де қызға қарай үйтіп сөйлемесең, мен айтып сөйлемеймін. По факту, тоқта. Сен мына жақта қорғайтын жөнің да жоқ. Сені қыз таптап жатыр. Сен баяғысы өзің тұрып жатсың да, Айдана қадам жасайын дейсің, Нұржан не істесін? Айдана қадам жасайын десе, Айдана тұрады. Маған негізі ондай ұнамайды, мені алыстатады дейді да, сен мына жақтан екі ортада қашан айтты алыстатады деп? Сен ол нәрсені көре алмай жатсың, просто болды. Мен алыстатып